Құрметті оқушы, бүгінгі сабағымызда қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі тақырыбында тыңдалым мәтінімен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну және тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді мағынасына сай орынды қолдану. Ескерту: келесі слайдтарда ұсынылатын тапсырмалар мен мәтін тек үлгі ретінде берілген. Сіз өзіңізге ұсынылған тапсырмаларды орындап, әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген жауап кілтімен тексере аласыз. Сәттілік! Бүгін біз қандай тапсырма орындаймыз? Бірінші, сурет пен тірек сөздердің көмегімен ауызша мәтін құраймыз. Екінші, жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Үшінші, мәтінді тыңдаймыз. Төртінші, бос орындарға тиісті сөздерді орналастырамыз. Бесінші, тірек сөздерді мәтін мазмұнына қарай жіктейміз. Алтыншы, мәтін мазмұнын ретімен орналастырамыз. Жетінші, тірек сөздердің көмегімен сөйлем құрастырамыз. Және ең соңғысы, ашық және жабық сұрақтарға жауап береміз. Тапсырмалардың барлығы тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің мағынасын түсінуге бағытталады. Ең алдымен, тірек сөз деген не? Сол сұраққа жауап беріп көрейік. Тірек сөздер мәтіннің құрылуына негіз болатын сөздер. Сонымен қатар, тірек сөздер мәтіннің негізгі ойын ашуға көмек болады. Мәтінді тыңдамас бұрын, мәтіндегі ақпараттарға болжам жасап алуымыз қажет. Ол үшін бірінші тапсырманы орындайық. Төмендегі суреттерге қарап, тірек сөздердің көмегімен 10-12 сөйлемнен тұратын ауызша әңгіме құрыңыз. Жауап келесідей болуы мүмкін. Берілген суреттерде ауыл мен қала бейнеленген. Ауылда 4 түлік көп. Мысалы, сиыр, қой, тағы да басқа. Ауылдың өмірі тыныш. Ал екінші суретте қала өмірі бейнеленген. Қалада көп ғимараттар мен көліктер бар. Адамдардың барлығы жұмыс істеп жүр. Біреулері саябақта демалуда. Жарайсыз. Мәтіннің мазмұнын қалай түсінеміз? Ол үшін бізге екінші тапсырманы орындау қажет. Екінші тапсырмада сөздерді ұсынылған суреттер бойынша сәйкестендіру қажет. Ендеше жауабымызды тексерейік. Жарайсыз. Тамаша, тапсырма орындалды. Үшінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Перифраздалып берілген сөйлемдердегі бос орындарға мәтін бойынша тиісті сөздерді қойыңыз. Ескерту: мәтінді мұқият тыңдаңыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Қанаттың блогы. Сәлем. Мен ауылға ата-әжеме жазғы демалысқа келдім. Демалысым керемет өтіп жатыр. Таңертең күнде аулаға шығып серуендейміз. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Кеше әжем екеуміз сиыр саудық. Онымен қоса достарыммен бірге тауға шықтым.
Ертең асық ойнаймыз. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Бұл жерде ешқандай ойын-сауық орталықтары жоқ. Әлиманың блогы. Сәлеметсіз бе? Мен ауылда мектепте оқимын. Кеше Нұр-Сұлтан қаласына жазғы демалысқа келдім. Бұл қала өте үлкен. Ғимараттар мен саябақтар көп. Кеше ағам екеуміз мұражайға бардық. Қалада көлік өте көп. Қаланың жанында зауыт бар. Зауыт қаланың ауасын ластайды. Бүгін кинотеатрға барамыз. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан бүгін біз ерте шығуымыз керек. Сау болыңыз. Ендеше жауабымызды тексерейік. Түпнұсқа мәтінімен жауабымызды салыстырайық. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Жарайсыз. Құрметті оқушы, 4-ші тапсырмада сізге мәтінді мұқият тыңдап, кейіпкерлердің блогы бойынша ұсынылған тірек сөздердің кейіпкердің қайсысына жататындығын анықтауыңыз қажет. Сәттілік. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Қанаттың блогы. Сәлем. Мен ауылға ата-әжеме жазғы демалысқа келдім. Демалысым керемет өтіп жатыр. Таңертең күнде аулаға шығып серуендейміз. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Кеше әжем екеуміз сиыр саудық. Онымен қоса достарыммен бірге тауға шықтым. Ертең асық ойнаймыз. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Бұл жерде ешқандай ойын-сауық орталықтары жоқ. Әлиманың блогы. Сәлеметсіз бе? Мен ауылда мектепте оқимын. Кеше Нұр-Сұлтан қаласына жазғы демалысқа келдім. Бұл қала өте үлкен. Ғимараттар мен саябақтар көп. Кеше ағам екеуміз мұражайға бардық. Қалада көлік өте көп. Қаланың жанында зауыт бар. Зауыт қаланың ауасын ластайды. Бүгін кинотеатрға барамыз. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан бүгін біз ерте шығуымыз керек. Сау болыңыз. Қане, жауабымызды тексеріп көрейік. Қанаттың блогы бойынша ауылда 4 түлік мал бар, ауылдың таза ауасы бар. Әлиманың блогы бойынша ғимараттар мен саябақтар көп, және зауыт бар. Жарайсыз. 5-ші тапсырмада мәтінді қайта тыңдап, сөйлемдерді мәтін мазмұнына сай ретімен орналастыру қажет.
Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Қанаттың блогы. Сәлем. Мен ауылға ата-әжеме жазғы демалысқа келдім. Демалысым керемет өтіп жатыр. Таңертең күнде аулаға шығып серуендейміз. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Кеше әжем екеуміз сиыр саудық. Онымен қоса достарыммен бірге тауға шықтым. Ертең асық ойнаймыз. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Бұл жерде ешқандай ойын-сауық орталықтары жоқ. Әлиманың блогы. Сәлеметсіз бе? Мен ауылда мектепте оқимын. Кеше Нұр-Сұлтан қаласына жазғы демалысқа келдім. Бұл қала өте үлкен. Ғимараттар мен саябақтар көп. Кеше ағам екеуміз мұражайға бардық. Қалада көлік өте көп. Қаланың жанында зауыт бар. Зауыт қаланың ауасын ластайды. Бүгін кинотеатрға барамыз. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан бүгін біз ерте шығуымыз керек. Сау болыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабымен тексерейік. Жарайсыз. Өте жақсы орындадыңыз. Түпнұсқа мәтінімен салыстырып көріңіз. Ендеше 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңдап, араласқан сөздердің көмегімен сөйлем құрастыруыңыз қажет. Сәттілік. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Қанаттың блогы. Сәлем. Мен ауылға ата-әжеме жазғы демалысқа келдім. Демалысым керемет өтіп жатыр. Таңертең күнде аулаға шығып серуендейміз. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Кеше әжем екеуміз сиыр саудық. Онымен қоса достарыммен бірге тауға шықтым. Ертең асық ойнаймыз. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Бұл жерде ешқандай ойын-сауық орталықтары жоқ. Әлиманың блогы. Сәлеметсіз бе? Мен ауылда мектепте оқимын. Кеше Нұр-Сұлтан қаласына жазғы демалысқа келдім. Бұл қала өте үлкен. Ғимараттар мен саябақтар көп. Кеше ағам екеуміз мұражайға бардық. Қалада көлік өте көп. Қаланың жанында зауыт бар. Зауыт қаланың ауасын ластайды. Бүгін кинотеатрға барамыз. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан бүгін біз ерте шығуымыз керек. Сау болыңыз. Қане, дұрыс жауабымен тексеріп көрейік.
Жарайсыз. Түпнұсқа мәтінімен салыстырып көріңіз. Құрметті оқушы, 7-ші, 9-ші тапсырмаларда ашық және жабық сұрақтарға жауап беру қажет. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Қанаттың блогы. Сәлем. Мен ауылға ата-әжеме жазғы демалысқа келдім. Демалысым керемет өтіп жатыр. Таңертең күнде аулаға шығып серуендейміз. Ата-әжемнің үйінде сиыр, қой секілді 4 түлік мал бар. Кеше әжем екеуміз сиыр саудық. Онымен қоса достарыммен бірге тауға шықтым. Ертең асық ойнаймыз. Маған ауылдың таза ауасында серуендеген ұнайды. Бұл жерде ешқандай ойын-сауық орталықтары жоқ. Әлиманың блогы. Сәлеметсіз бе? Мен ауылда мектепте оқимын. Кеше Нұр-Сұлтан қаласына жазғы демалысқа келдім. Бұл қала өте үлкен. Ғимараттар мен саябақтар көп. Кеше ағам екеуміз мұражайға бардық. Қалада көлік өте көп. Қаланың жанында зауыт бар. Зауыт қаланың ауасын ластайды. Бүгін кинотеатрға барамыз. Қалада бір жерден басқа жерге жету үшін көп уақыт кетеді. Сондықтан бүгін біз ерте шығуымыз керек. Сау болыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауап кілтімен тексеріп көріңіз. Құрметті оқушы, жоғарыда ұсынылған мәтін мен тапсырма түрлері үлгі ретінде ұсынылған. Біз қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі тақырыбы бойынша тыңдалым мәтінімен жұмыс жасаймыз. Бұл сабақта тұрмыстық әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздердің мағынасын түсінуге бағытталған тапсырма түрлерін қарастырамыз. Сіз өзіңізге ұсынылған тапсырмаларды орындап, әдістемелік нұсқаулықта берілген жауап кілтімен тексере аласыз. Сәттілік! Құрметті оқушы, әр тапсырмаға белсенділікпен кірісіп, зеректігіңізді танытқаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.